Келіп едің илигай, келіп тұрмын ахоу, отқа түспей өртеніп, еріп тұрмын ау. Илигай сәулем, илигай сәулем, илигай ау. Илигай сәулем, илигай сәулем, илигай ау. Серке тұрсаң мен сендік, жаным құрбан ахоу. Сырым осы сертімді беріп қойып, жақсы деген көп деген болашақтағы өз жеріңе біліп алып өмірде қолданатын ақылдың өзін, жақсылықтың өзін бүгін тыңдап біліп алғандарың жөн деп санадық. Ал енді біз көп уақыт қана бермейді. Сөз өзіңізге берейік. Мына бүгінгі жауында көктемнің исін әкеліп тұр. Студент көктемі, жастық көктемі сіздерге бақыт әкелсін, жақсылық әкелсін, жастар әкелсін деп сөзімізді бастайық. Жастық шақ, студенттік кез қайтып оралмайды. Әрине, алыстан қарағанда осынша ғұмыр кешкен студент болдық. Мен мына 11-ші мектепте оқыдым. Ақпантекті соның оқушысы болдым. Одан кейін Алматының студенті болдым. Ол кезең басқа кезең болды. Және сол кездің өткен ғасырдың Алматыда мен оқымысты академиктерін, атақты актерларын, Бауыржан сияқты батырларын, Әуезов, Мұқанов сияқты жазушыларын, сіздердің әдебиеттен оқыған адамдарды көзіммен көрдім. Дәл сіздер сияқты студент аудиториясында отырып, мен солардың сөйлеген сөздерін естідім. Ол да бір өмір, ол да бір бақыт. Міне сіздерге не айтар екен мен бүгін? Сіздерге қай тақырыптың қажет екенін де кейде білмеймін, кейде білетін сияқтымын. Бірақ бір нәрсе айтар едім. Заман өзгереді, уақыт өзгереді. Сендер басқа ғасырға кетіп баратсыңдар. Сендер басқа әлемде өмір сүресіңдер. Сіздер бүгін цифрлы Қазақстан деп отырмыз ғой. Барлық әлеммен қолдағы цифрларын арқылы шығып отырсыңдар. Сіздерге бәрі әрі қызық емес. Сіздер қазір бірнеше тіл білесіңдер. Оның өзі бақыт. Егемен ел болып еркіндік алған елдің ұрпағысыңдар. Ұлы даланың тарихын оқысыңдар аздап. Тарихын қараңдар интернетте. Не көрді бұл дала? Не көрді бұл сенің ұлтың? Неге оны аштан қырды? Неге ол соғыстарда қырылды? Неге ол осы ұлы даланы біздерге сендерге сақтады? Оны да біліңдер. Одан кейін аяқтарыңның астында кімдер жатыр? Осы жүріп жүрген көшелерінде кімнің ізі бар? Соны да қараңдар. Мына Зачаган жолымен кетіп баратқанда, келе жатқанда қарсы тұрған атқа мінген Исатай Махамбет деген кім ол? Жаяншиын батырмы еді. Жаяншиын ханға қарсы шапқан ауылдың бір ақыны ма еді? Жоқ, ол ұлттық рух. Оны да ойлап жүріңдер. Одан кейін төрімізде тұрған үш қыз кім? Хиуаз, Мәншөк, Әлия. Неге олар соғыста жандарын шүберекке түйіп, бірі өлді, бірі жараланды, бірі далада қалды. Не үшін? Я, сіз бен біздің бақытымыз үшін екен. Онды ойлап жүріңдер. Одан кейін мен кімнің тегімін? Мен кіммін? Осы мен кіммін деп ойлаңдар. Әсіресе жігіттер. Кімнің ұрпағымын, қайдан келе жатырмын? Оны да ойлаңдар. Ендеше соған лайық болу керек. Ал қыздар, мен қай елдің қызымын? Мен кімнен кеммін? Мен артықпын бәрінен деп оны ойлаңдар. Мен Жапон елінде болдым. Жапон қыздарын көргенде мен біздің қыздар шіркін дәл сондай болса екен дедім. Армандадым.
Өйткені мен олардан қазіргі біздің қыздарымызда жоқ мәдениетті көрдім. Жапон елі, Жапон технологиясы бәрінен биік тұрғаны, алдымен оларда тәрбие, мәдениет биік қойылған екен. Бір-біріне деген махаббат биік қойылған екен. Жапон қызы ешқашан адамға қарсы айқайлап сөйлемейді екен. Жапон қызы екі қолын алдына ұстап, досына да, үлкендерге де, кез келген сөйлескен адамға сәлем етеді екен. Бұл мәдениет. Міне осындай ұлы мәдениет бар. Ұлтта ұлы табыс болады екен. Мен жаңа келгенде азғантай уақыттың ішінде сіздердің жатақханадағы өмірлерің жайлы сұрап білгім келді. Әрине өзім кіріп көрген жоқпын, бірақ жатақханаларың әдемі дейді. Сол оқу бітіргенше тұрады дейді. Секциядағылар бірінің бірі нәрсесіне тимейді, бірін бірі бауырым деп санайды дейді. Міне осының өзі үлкен бақыт. Осының өзі ұлы тәрбие, ал бұл тәрбие біздің ұлтымызда бар тәрбие. Міне осындайды сіздер біле жүріңдер деп айтқым келеді. Бізде адамды сыйлау. Қазір барлығын блогер. Ал енді адам сыйлау біздің ұлтымызда бар. Көршіңді сыйла дейді. Көршіңді сыйла. Адамның қарғысын алма. Адамның алажыбын аттама. Алажыппенен тұсауыңды кестім балам дейді. Алажыбаттау қиянат жасау біреуге. Біреуге қиянат жасама, алдыңнан шығады дейді. Ал біздің ұлт көшпенді ұлт, оқымаған ұлт деп бізді солай көзімізге шұқиды. Сендер оқымаған ұлтсыңдар, далада жүрген көшпендісіңдер. Жоқ. Ол көшпенді ұлттың өзінің тарихы қандай болған ғажап. Алажыппен тұсауыңды кесіп, алажыбаттама балам деп өсірсе, ер бол, өр бол деп тәрбиелесе, бесікте тербетсе, ақ сүтімді ақта десе, осындай сөздермен ақ тәрбиелеген ұлы қазақ даласына ұрпақсыңдар сендер. Ал бүгін әлемнің арасына кіріп баратсыңдар. Әлемнің бірнеше ұлттардың, бірнеше ғасырдың, бірнеше өзгергендердің арасына кіріп бара жатқан сендер басқа бір ұрпақсыңдар. Соның ішінде өздерін жоғалтпауды тапсырар едім. Жоғалмаңдар. Себебі әркімнің өзінің келбеті болу керек. Безликий беторс. Келбет жоқты. Ал сендерде қазақтың ұлы қызы деген қасиет болу керек. Ол сендердің мінездеріңнен, мейірбандықтарыңнан, ол сендердің жүріс-тұрыстарыңнан, сөйлеген сөздеріңнен, істеген әрекеттеріңнен көріп тұру керек. Дос болдың ба, досыңды сыйла, сатпа. Осылай деп үйретті бізде. Сонда оны азамат дейді. Ол жігітті. Дос болдың ба, досыңды ренжітпе қыздар. Ол тағы да саған алдыңнан қайтады дейді. Сол сыйласу арқылы сіздер үлкен үйдің анасы, әжесі боласыңдар. Өйткені содан келіп ұлттың жаңағы тәрбиешісі боласыңдар, қыздар. Сен жай ғана бүгінгі студент қыз емессің, сенің мойныңда үлкен жүк бар. Сен ертең қазақтың бір әдемі жігітіне жар болуың керек. Сен ертең бір қазақтың өсетін ертеңгі батырының немесе сұлуының бесігін тербетуің керек. Сен бесік жырын білуің керек. Сен ертең бір шаңырақты шайқалтпай ұстауың керек. Сен қоғамға қызмет етуің керек. Және сен ұлы даланың намысын арқалауың керек, қазақ қызы. Міне осыған жасыңнан тәрбиелен. Бүгін алай ғой, бұлай ғой, ертең жұмыс жоқ қой, оның барлығы шешіледі. Әркімнің өзіне байланысты. Өзің мықты болсаң, жұмыста табасың. Өзің қажырлы болсаң, өмірден жеңіп шығасың. Оның бәрін біреуге жабудың керек жоқ. Аллаға шүкір ғой. Бұна жасалып жатыр, студенттерге де жасалып жатыр. Әрине азғантай студенттік қосқандары. Ақша азғантай, бәрі қымбат. Бірақ біздер, біздің ұрпақ, біз соғысты көрдік. Биыл 75 жыл толып отқан жеңістің соғыстан қайтпаған солдаттарының біздер балалармен оқыдық, тұл жетімдермен оқыдық. Нан көрген жоқпыз, нан, бауырсақ көрген жоқпыз. Сондай біздің балалығымыз болды айналайында. Ал қазір олай емес. Еңбектеніңдер, білім алыңдар. Білім көп жерге апарады.
Биыл Абайдың 175 жылдығы деп отырмыз. Абай не деді? Өсек өтірік мақтаншақ болмышақ бекер мал шашпақ өз шұбаны көрсеңіз талап еңбек терең ой қанағат рақым ойлап қой бес асылыңыз көнсеңіз. Осы сөздерді түсініп пайдаға асырса Абайдың ұлылығын түсінуге болады. Абай сонша жасқа келгенде оқу іздеді. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Байдың баласы ғой Құнанбай сияқты. Пайдасын көре тұра тексермедім. Түспеді ержеткен соң осыма. Қолымды мезгілінен кешсірмедім. Кеш болса да оқып өз бетімен Семейге барып оқыған Абай ұлы болып отқаны неден? Сол кезде ол өзі оқып, ешкім университет, ешкім общежитие беріп, ешкім институт оқытқан жоқ, профессор. Өзі өздігінен кітапханадан іздеп, оқу арқылы орыстың тілі үйреніп, Пушкинді аударып, сол кезде. Пушкиннің Татьянаға хатын аударып берді, қазақ даласына алды. Лермонтовты аударды сол кезде. Және қандай аударды? Қазіргі оқығандардан артық аударды. Сол кезде ол Фердоусиді аударды. Міне, шапан киген Абай. Даладағы көшпелі даланың ұлы Абай, Шоқан. Міне сол сияқты қазір сіздер оқымысты болсаңыздар, бәріне жол ашық. Қазақ қызы. Менің өлеңдерімді анда-санда уақыт тапсаңдар, оқып көріңдер. Оқып қойыңдар. Махаббаттың болмайды жолы жаңа дедім мен. Қыз үлесі қашанда болу ана. Жаным деген жігітті жек көрмеңдер, өзі сүйеу қыздардың соры ғана дедім. I love you деп жазбаңдар дедім. Жігіттер оны қадірлемейді дедім. Айналайын қазақ қызы, тәкаппар намысты болыңдар дедім. Бүгінгі таңда мына бір ағымдарға ерген қыздарымыз бар. Біздің ұлы қазақ даласының кимейтін киімін киіп жүргендер бар. Ұлы қазақ даласының қыздары даланы қорғау үшін атқа шапқан, қос етегі желбіреп дөңгеленген ақ көйлек қана киген, жер сыпырған нәрселерді кимеген. Ол біздің елдің, біздің даланың көйлегі емес. Қазақ қызы сәукеле киген, үкілімаға қай киген, ана жақта жалда қалды жігіттер дегенде атқа мініп, бұрымдарын түйіп алып, дулығаны киіп алып, қылыш ұстап шапқан. Жалды да шапқан. Оның жалғасы Мәншүк Әлия. Екеуі дос елдің қызы. Оның ар жағы Тұмар ханымдар, томиристер. Ол да осы біздің тайпалардың қыздары. Міне осының тарихты оқымағаннан надандықтан шатасып жүрсіңдер, қарақтарым. Мен бүркеніп, бір әлиялды жамылып, ой-бұй, Аллам сақтай көр деп бүркен жүргенім кімге керек? Мен қазір білем әлемдегі мендей қазақтың қыздарының қатар тұра алатын азғандай көп емес, бірақ бар ғалымдары бар. Мысалы мен француздың, ағылшынның, американың, тағы басқа ұлттардың әйелдерімен қатар сөйлескім келеді ұлтымның намысы үшін. Ал бір әдиялға оранып отырсам, одан мен ештеңе ұтпаймын. Өйткені бүгінгі таңда сенің өсірген сауаттылығың біреудің бүйрегін ауыстырып салып жатыр, жүрегін ауыстырып салып жатыр, миын ашып, операция жасап жатыр. Сондай сауат керек бізге. Ал сіздерге мына даланы жаңғыртатын сауат керек. Мына осы отырған қанша адамсыңдар? Осы бір облысты көтеріп жіберетін сендерде мүмкіндік бар. Ол үшін білім керек. Тек қана оқу қарақтарым. Біздің ұлы даланың діні біреу. Ол Алладан қорқып, ала жыбаттамай, жүрегіңде Құдайды сақтап, таза жүру. Өтірік айтпау, ұрлық жасамау. Міне, сол ғана Алланың бізден тілейтіні. Сондықтан айналайындар, абайлаңдар. Қанша қыз баласын сауатсыз етіп тағы өсіріп жатыр бізге. Жаңағы талақ дегендердің бірнеше баласын жетектеп мектепке бермейді. Міне оның бәрі қателік. Сондықтан мен сендерге білімді бол дегім келеді, ақылды болыңдар дегім келеді. Мәдениет бірінші тұрсын. Мәдениет, ұлттық мәдениет. Қыздардың күлгендегі мәдениет, аяқ басып жүргендегі мәдениет. Қыздардың жалпы қыз баланың болмысы.
ұлы мәдениеті сендерде болуға керек. Неге сендер ойыңдыр, бірақ өзінің несін біліңдер, орнын театрға дұрыс келіп барыңдар. Жаңағы шалбар кию бүгінгі заманда ешқандай әбестігі жоқ. Біздің ұлы далада шалбар киген атқа мүмкін барлығы. Сонау кезде жауға шапқан көйлекті әлгі қос етекті өзінің орнымен киген қыздар, бірақ бүгін оның да әдемі үйлескенін киіңдер. Онда емес мәселе, бірақ мәдениет. Ол мәдениет бесіктен берілу керек сіздерге. Қазақ қызының мінезі деген мінезді алып жүріңдер. Сабырмен күлу, айқайлап сөйлемеу, қалай солай аяғыңды басып, секіріп жүрмеу, бұның барлығы тәрбие деп аталды бізде. Мына ертең тұрмыс құрып, бөпелі болар кезде ашық-шашық киім киіп түнгі клубқа барсаңдар, ауру бала туасыңдар. Шындықты айту керек. Абай болыңдар. Оны қазақ шайтанның ортасына барма деп үйретті. Келінім абайлап жүр, аяғыңды абайлап бас деп үйретті. Бұның бәрі сендерге оңаша айтатын әңгіме, бірақ мен шет жағын айтып кетейін, құлақтарыңда қалсын. Сендер ертең-ақ ой жетесіңдер, ертең-ақ есесіңдер, ертең-ақ сол апай айтып еді-ау дерсіңдер, сол күлкін қалдырсын деп айтып тұрмын. Артық болса айтпеңдер, өйткені мен айттым ғой, әрбір қыз менің қызым, немерем, әрбір бала менің немеремсің, әрқайсыңа жаным ашиды мені. Мен ойлаймын, сендердің ішінде ақымақ жоқ, сендердің ішінде тәртіпсіз жоқ. Өйткені сендер университеттің табалдырығына кірген, оқу іздеген, өнер іздегенсіңдер. Сендер тек қана компьютер ұстасаңыздар, телефон ұстасаңыздар, өнер мен білімді оқып отырсыңдар деп ойлаймын. Өнер, білім және мәдениет, сол ғана керек. Әл-Фараби айтқан, Әл-Фараби тарихын оқысаңдар, ол да біздің ұлы даладан кеткен оқымысты ол айтқан. Алдымен адамға тәрбие, сосын білім. Сенің оқып біле бергеніңнен не пайда, сенің егер жеке басың тәрбиесі жоқ болса? Сен егер қасыңдағы жігіт қызбен сөйлесу білмесе, қыз жігітпенен қатынас жасау білмесе, өй деп сөйлессе бір-бірімен, ұрып жұлып жаңағы рюкзагымен қағып, міне әдениетсіздіктің өзі осы бір аяқ басқан мен бір қозғалыстан. Ал мен шіркін мына ұлы даланың ұлы қызы қандай мәдениетті деген естігім келеді. Мен соны армандайын, мен сияқты сендердің де аналарың, аталарың армандайын. Шіркін менің балам сондай болса, менің қызым сондай болса дейді, сондай болыңдар. Міне сондай болыңдар, айналайындар. Мен сіздерге жастық жайлы әңгіме айтар едім. Сол жас кездің өзінде сендер ұмытпаңдар, сөйлейтін адамың кім? Ана. Ана. Тағы да ана. Ананы ренжіткен қызы оңбайды, ананы ренжіткен ұлы оңбайды деген қазақтың сөзі бар. Анам ренжіп қалады-ау деп ойлаңдар. Түнгі клубқа барғыларың келсе, бірдеңеге ұшырасам, анамды қарабет қыламау, анамды жылатамау деп ойлаңдар. Ақ сүт берген анамды әлпештейін деп ойлаңдар, сонда сендерде адамгершілік сезім болады. Ал қыздар, мен дана болам ғой, анамды ұятқа қалдырмайын деп ойлауым керек. Жақсы көріп, өліп баратқан жігітке сол күні сүйісіп, сол күні тиіп кетпей, анам ренжиді-ау, анамнан сұрайын деу керек. Міне ашық әңгіме. Анамен сыйласпаған қыз бақытты болмайды, естеріңде сақтаңдар. Сондықтан сол бағытпен өзі халықтың аңызынан жазған сендерге де таныс өлеңді оқып берейін. Жалындап жас жүректің бар қызуы, жастықтың басталғанда бал қызығы, ертеде бір сұлуға ғашық болған ананың әлпештеген жалғыз ұлы. Сол ұлға жолығатын батыл әлгі бір күндер төсек тартып жатып алды. Ұйқыға кетсе шошып ала сұрып, анасын айқай салып шақырады. Айығу мынау халден байқалмайды.
Гүлөңі алау тартып жайқалмайды, ол енді ішін өртеп жатқан жайды ашылып анасына айта алмайды. Қыз атын айтса ауыздан зар шығыпты, құш жастық аққан жасқа малшынықты, дертіне сағыныштың шыдай алмай, жас жігіт құр сүлде болып таусылыпты, қинады, қыздың шарты бөлек екен. О, сұлу, неткен батал керемет ең, анаңның жүрегін алып келсең маған, мен саған жар боламын деген екен. Бүк түсіп жата алмаған құрып күнде, ұйқыда ұйқам жатқан сол ананың жүрегін жұлып алды тұрып түнде. Сүюдің шартым еді оның бәрі. Ол міне қыздың шартын орындады, жүгіріп келе жатса топыраққа жүрегі түсіп кетті қолындағы. Ананың кезі бар ма кетті болған, қапыда жүрек түсіп кетті қолдан. Сол кезде топырақта жатқан жүрек, құлыным, байқасаңшы, депті болған. Осындай аңыз қалған халық ішінде. Кім білсін махаббаттың даңқы үшін бе, болмаса жоқ нәрсені болғыздайтын қыздардың тәкаппарлық салты үшін бе, бұл аңыз естігенге қатты алақтың дәстүрге қарсы анадан баталатын. Кім білсін дәлелдеуге шығарған ба ананың айнымайтын махаббатын. Сондықтан бәріне ана ғана шыдайды. Ана деген ол адам, ол қазақ әйелі. Ана шырылдап келіп кетеді, тамағың бар ма деп, ана шырылдап келіп кетеді, ақшаң бар ма деп. Ана соған, ал сол анаға кейде 5-6 күн звондайтын, единствен бітеді, немесе уақытың болмайды. Рас қой, рас. Ананы ұмытпаңдар, айналайындар. Анадан баталсаңдар, бақытты боласыңдар, естеріне сақтаңдар. Бұл біздің ұлы даланың тағы да бір ұлы қағидасы. Одан кейін сендерге қандай тақырып қызық болуы мүмкін? Бәлкім сендер бір арнайы бір тақырыпты тыңдағыларың келетін шығар, бәлкім мен бірден айтып қарайын. Біреуің тұрып, осындай нәрсені тыңдағымыз келді деп айтыңдар маған. Мен сендердің уақыттарыңды алмаймын, сонда сіздермен араласып әңгіме айтамыз. Айтыңдаршы, не тыңдағыларың келеді менен, не айтсам болады сіздерге? Қандай тақырып? Патриоттық па, жоқ? Әлде студенттік па, қызық па, әлде не айтайын? Әрине саясатты айтпаймыз. Оған өздерің білетін боласыңдар, саяси өміріне келдің, өздерің пікірлерің, өздерің көзқарастарың болатын болады. Өздерің осы елдің азаматы, азаматшалары боласыңдар, осы елдің өздерің осы қоғамның сендер иесісіңдер. Ертең шетелге оқуға баратындарың бар араларыңда. Шетелге барғанда сен қайдан келдің, кімсің деп сұрайды. Сенің кімің бар деп сұрайды. Мысалы, шотландец болса, мен Берлис деген ақынның елінен келдімін дейді. Итальянец болса, мен Микеланджелоның елінен келдімін дейді. Неміс болса, мен Байронның елінен келдім дейді. Ал сен кімнен келдің дейді. Кімді айтасыңдар? Абай. Біз Абайдың елінен келдік деу үшін Абайды таныту керек. Абайды таныту керек барлық ұлтқа. Ал Абайды әлі өзіміз танып болған жоқпыз. Абайдың өлеңдерін әлі өзіміз түсінбейміз. Себебі ол данышпан. Оның әр сөзін түсіну үшін үлкен білім керек. Сондықтан Абайдың елінен деу үшін, мен ұлы даладан келдім деу үшін қандай болуларың керек? Домбыра тартқан, өнерлі, сөз сөйлей алатын ақылды, математика, кибернетика, астрономия, тарихтан таласа алатын білімді, медицинадан қаралай қалсаң, бәрін білетін сауатты. Міне осындай болуларың керек сендер. Сендерге жол ашық. Ертең біреуің Қытай, біреуің Қырым, біреуің Англия, біреуің Америка, біреуің қай жаққа барып білім алам да сендер жол ашылды. Болашақпен кетесіңдер ме, басқамен кетесіңдер ме? Сонда әлемде жүріп, мен ұлы даланың ұрпағымын.
деген намысты сақтасаңдар, сендерді сыйлайды. Ал ұлы даланың балалары шетінен таланттығын білесіздер, оқып жүрсіздер. Еш қайсысы шетелде бәрі де озмақты екендерін дәлелдеп жатыр. Өйткені кешегі 41-дің соғысының өзінде Москваға дейін жау келгенде Москваны қорғауға Панфилов дивизиясы Қазақстаннан барды. Өйткені оның құрамында ержүрек қазақтар болды, Бауыржан сияқты, момышұлы. Міне осындай елдің ұрпағысындар жігіттер. Ал қазақтың жігіті болу ол үлкен сын. Қазақтың жігіті болу сертке бір берік болу, өтірік айтпау, бір сөйлеу, айтқан досына берген сертін орындау, досын сатпау және қызын қорғау қазақтың, сүйген жарын аялау, баласын бағу. Бұл да ұлы даланың ата-бабадан қалған заңы. Қытайдың сонша ұлылығы Конфуций деген оқымысты данышпаны Конфуций. Соның әлі күнгі соның ғылымы мен ілімімен жүреді қытайлар. Сондықтан да олар көп, сондықтан да олар еңбеккер, сондықтан да олар. Ал жапондар, олар да солай. Олар әкесі тапсырған ошақты бұзбайды. Ол бір-бірін сүйді ме, келесі күні ұрыспайды, сыйлайды, тұрады. Олар баласын тастап кетпейді. Бүгін ана қызға жақсы көрем деп, ертең ана қызға жақсы көрем деп айтқызбайды олар. Өйткені сондай қалыптасқан. Ал біздің ұлы даланың жігіттері де сондай болуға керек. Жар сүйдің бе, біреуін сүй. Сол жарыңда пеште аяла. Ал сен қазақ қызы тидің бе, ол жігітті әулиедей ұшыр аспанға қанаттандыр. Себебі сен махаббат дегенді түсінсең, сен оған өзіңді құрбан етуге болады. Міне осындай махаббаттар ғана театрдан көріп жатсыңдар, кітаптан оқыңдар, киноларда да көресіңдер. Таза махаббат, таза сезім, ақшаға сатылмаған. Бүгінгі таңдағы жаңағы жағдайы бар күйеу іздеу, немесе жағдайы бар келін іздеу, жағдайы бар құда іздеу емес. Ол кезең өтеді, қалатыны шындық, адал махаббат қалады. Айналайындар. Сондықтан осындай әңгімені мен айтқым келді, бәлкім қажет шығар. Мейірім, қыздар мейірімі. Мен ақындар оны әртүрлі тақырыппен береді. Кеудемді жанап өттіңдер, жүредім жырды бастамай, азайып қайда кеттіңдер, даланың қарлығаштары-ай. Қырларды әнге бөлеген, аруы теңдес жаннаттың, қыздардың қасын теңеген, қайдасың қиғаш қанаттым, қайдасың қиғаш қанаттым. Зияны тимес ешкімге, балаңа пана болатын, жылылау жаққа көштің бе, ұяңа маза бермеген, безіндің бе кен жыланнан. Жол жүріп қайтсам менде де көп емес алдан шығар жан. Топталып ұшқан үйрің достарда едау жанызғы, адамнан кеткен мейірім сендерде қалған тәрізді. Өзіндікті иттей жүрекпен қатерді қандай сездіңдер, көктемде өзің жыр еткен даладан неге бездіңдер. Кеудемді жанап өттіңдер, жүредің жырды бастамай, азайы неге кеттіңдер, даланың қарлығаштары-ай. Сіздердің көбіңіз ауылдан келдіңдер ғой деймін, солай ма? Солай ғой. Далада, ауылда қарлығаш деген үй салады, ұя салады. Көрдіңдер ме? Қарлығаштың балапандарын ұстап аламыз деп ұяға шықтыңдар ма бала кезде? Иә, сол қарлығаштар жоқ далада. Енді біз экологияны білдіре, табиғатты тапай, мына гүлдерді уландыра, енді жақын арада Ванганың айтуынша ара жоғалады. Ара жоғалғасын көбелек ара бәрі жоғалады да, бал жиналмайды, бал жемейміз. Бұл не деген нәрсе? Қазір бүкіл әлем шулап отқан экология. Мына сіздерге қатысы бар. Сіздер ертеңгі өмір сүреді. Осы отырған әрқайсың
Ауылға барғанда үйдің қасына 5 ағаш. Оқып атқанда осында 5 ағаш. Анау жерде үй салып атқан Зачағандағы туысқандарыңа барғанда 5 тал. Отырта берсеңдер, бәлкім біз мына планетаны сақтаймыз деген ғалымдардың ойы бар. Тек қана жасыл желек жапырақ сақтауы мүмкін біздің өмірімізді айналайында. Өйткені біздің қазақ даласы полигон, космодром, оны сендер білулерің керек. Өзіміз ластаймыз. Өзіміз қазір ішемізде пластика бөтелкені аяғымызбен лақтырып тебеміз. Ал әр қайсымыз табиғаттың алдында күнәһармыз. Сондықтан жастар көңіл бөліңдер. Мына ғалымдардың айтуынша, егер бүкіл глобусқа қарасаңдар, Америка деген құрлық тура соның көлеміндей жер бетіне ағаш ексек, бәлкім жерді сақтаймыз деген тұжырым айтады. Антарктиканың мұзы жарылды. Глобальный потепление. Киноларды көрушіндір ғой. Глобальный потепление. Бұл адамзатқа төніп келе жатқан табиғи қатер. Пингвиндер өліп жатыр. Пингвиндер білесіңдер ме? Суық керек еді, мұз керек еді, жылынып кетті. Міне осының бәріне адамзат өзі тырыспесе болмайды. Яғни Құдайдың қаһарына қаламыз. Соған әркім жауапты. Бәріміз, осы аудитория отырғандарда, самолет ұшып баратқандарда, анау Алматыда, анау Швейцарияда, анау Англияда жүрген. Бәрі адамзат жауапты. Білесіздер ме? Сондықтан барлық жағынан сауатты болыңдар, айналайындар. Мен айтайын деген ағаш егіңдер. Тек әлгі университеттің свободнигін күтіп отырмаңдар. Сендер қазақтың оқыған жастарысыңдар, сендер қазақтың оқыған қыздарысыңдар. Барған жерлеріңде үйлердің алдына 2-3 тал гүл шаншыңдар, ағаш өсіріңдер. Қазақ айтқан ғой, үй сол ағаш өсір, бала қалдыр. Адамзаттың борышы осы, ата-бабаның осы борышында біліңдер. Мына мен бірін айтып, біріне кетіп атқаным, бұның бәрі мен сіздерге айтқым келді, бөліскім келді. Ал шын мәнінде мына жастар сіздер, сауатты жастар болашақтың, оқымыстылары, ғалымдары сіздер ойлайтын жағдай өте көп екен ғой. Тек общежитиядағы ертең ана құрбының туған күні немесе кешке көретін видео бірдеңе емес екен ғой. Өмір деген үлкен нәрсе, алдарыңда үлкен әлемдік нәрселер тұр. Сендер соның ішінде өмір сүресіңдер. Роботтар келеді. Қазір жұмыссызбыз деп отырмыз ғой. Сендердің ғасырға роботтар келеді. Робот жұмсайсыңдар. Қалай сонда жұмыссыздық болады? Соған дайындалу керек. Соның өзінде адамзат өзін дайындалу керек. Оған ғылым мен білім керек. Қазір мысалы менің ғасырымда, менің оқушы кезімде телевизор дегенді білген жоқпыз. Телевизор көрген жоқпын мен. Сендерге күлкі ғой, телевизорды білмейтін мына кісі деген, телевизор болған жоқ. Бір жерден оқыдық. Адамдардың осынша ғылымның жетілгені, сөйлеген адамды көріп отыратын ажайып нәрселер тапқан дегенді оқыдым мен. Ауылда мектептің оқушысы кезімде. Ол телевизор болады. Ал қазір телевизор ойыншық, біз басқа нәрсеге кіріп кеттік, көрдіңдер ғой. Сондықтан қазіргі болып жатқан ғылымның барлық жаңалығын сіздер білулерің керек. Себебі сіздер ертең өсіретін балаларыңа айтуларыңды білулерің керек. Ертең сендер де әке, ана, бала боласыңдар. Оларға айту керек. Ал педагогтар болсаңдар ертең оқушыға айту керек. Біз қазір оқушыға айтатын өлмей жатырмыз. Біздің Қазақстан интернеті 122 орында. Ауылда интернеттен апай, ағай балаға көрсете алмай жатыр. Интернет тоқтап қалады, зависает. Міне осынша артта қалып отырған себебіміз, біз шетімізден білімді емеспіз. Бұл қатер. Түсініңдер ме?
мен білім деген нәрсені сіздерге айтқым келді. Тек қана оқыңдар, ізденіңдер, тек қана білім, білім, білім. Бүгін кештің өткеніне, ертең тек өткенге зачет алып бірдеңені тапсырған қамаз болмаңдар, айналайындар. Әлем не қылатыр, сендер сияқты басқа елдің студенттер не қылатыр. Кім не ашып атыр, кім қандай жеңіске жетіп атыр, бәрінен хабардар болып, өздерін дайындаңдар. Соның ішінде мен кімнің ұрпағы едім дегенді ұмытып кетпеңдер дегенді айтқым келеді. Емес шығар. Ең бірінші сізбен бізді кездестіріп отқан ректорымызға алғысым шексіз. Аллаға шүкір деймін сізбен кездесіп отқаныма. Мен сіздің ерлікті көзбен көрген күн деген Жұбан ағамызға арнаған өлеңіңізді мен жарыстарға айтып, каждый жарысқа айтып, бірінші орын бас жүлдені алатынмын. Сосын сол кезде ойлайтынмын, Ақшта апа мен оқыған өлеңімді тыңдаса екен деп. Бірақ қазір сізді өз көзіммен көріп тұрмын, сол үшін Аллаға шүкір. Енді сіздің сіңіліге сыр деген өлеңіңізді оқып берсем. Соны оқып бер қойя, анау ұзақ қойя. Аяулы сіңілім, осалда болма, ойыңнан оңай адасқан, өжетте болма, орынсыз сөзге таласқан, алдымен қызға керегі пәктік, адалдық, одан соң жаным, жаз мінез керек жарасқан. Айтарым тағы, берік бол сертке бір сөйле, сабырлатаудың мінезі керек күлсеңде. Қыз мінез деген сұлулық сыр өмірдің, жұмбақтай қиын, жатқандай болсын бір сенде. Десек те біздер жастықтың сырын азықтық, өмірдің жолы болмайды тегіс жазықтық. Ісінен кейін есіңе сақта жарқыным, жеңілмес мықты, қаруың сенің нәзіктік. Қайғының жүгі жаныштап сені жатса да, досыңды тағдыр талқысы сол деп тастама. Дұшпаның саған ойласа алуан қастандық, қалайда жаным, жақсылық ойла басқаға. Қадірлер сонда, қалтқысыз танып асыл ер. Өзгелер сені адамның бірі осы дер. Арыңа тиіп, жолыңды кескен тентектер, алдыңа келіп, өздері кейін бас ер. Мен осындайда ойлаймын, текке өлең жазып, текке өмір сүрмеген екен. Қазағымның қыздары осындай оқып өзіне пайдаланады екен. Содан кейін ол өмірден бақытта болуына себепші болса, ол өлең жыр. Мен де көп қыздарға жазған жырлар, мен енді өздеріңіз білесіздер, қазақ қызының сүрінбегенін, қазақ қызының бақытты болғанын тек жүрегімен тілеп қана емес, кәдімгі өзімнің осы өмір жолымда сол үшін елге келіп, сол үшін білесіздер, қазір ағалар, сол үшін білесіздер, мен мына Алматыны тастап Оралға неге келдім, осы Жайыққа неге келдім, Жайықты анамдай сүйдім, бәрін тастап келдім. Осындай жас қыздардың ортасында бір ауыз болса да тілегімді айтсам деп келдім. Жаңағы өзімнің өлеңім тағы да бар ғой, өнерге қанат қақтырғаның үшін, өмірден орын таптырғаның үшін, өзіне әр кез арқан сүйеп өткір шындықты айттырғаның үшін оралдым саған ақжайы. Достарым келсе қарсы алу үшін, қосылып бірге ән салу үшін, көгілдір туға, егемен елге, туған жерімде тамсану үшін оралдым саған ақжайы. Көңілдер сырын байқап алайын деп, көрген білгенімді айта қалайын деп, жалған күлкілер шаршатқан жанарымды мөлдір айдыныңа шайқап алайын деп оралдым саған ақжайы. Аққулар түгел жоғалған кезде, анордам түгел тоналған кезде, ертеңгі күннен күттіріп үміт, айдың аққу оралған кезде оралдым саған ақжайық деп, мен осы жайықтың елімнің, туған жерімнің тағдырына үлес қоссам деп келгенімді сіздер жақсы біледі деп мен ол тақырыпқа барған жоқпын. Айналайындар, мына туған жерді сүюден басталады ұлы отанды сүю, анаң сүюден басталады адамзатты сүю, жарыңды сүюден басталады басқаларды сыйлау. Міне осы үш махаббат адамға ең басты керегі. Елін сүю, анасын сүю, жарын сүю. Сол адам өмірден де бақыт табады, ол өмірді дұрыс сүреді. Міне сол естеріңде болсын. Махаббат деген сезімді кірлетпеңдер, адал махаббаттың иесі болыңдар, және бір-біріңді аялаңдар. Ал балам, айта ғой.
Өте қуаныштымыз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Сізге сауалым. Не себепті осы күнге дейін далада қырылған қазақты, соғыс көрген қазақты, ашаршылықты көрген қазақты, шындықты айтамын деп патшаға қарсы шыққан қазақты, жаңағы ашаршылықтың кезінде шетелге боздап, шетелге асқан қазақты, не себепті желтоқсанда көшеге шығып, жаңағы бастарынан соқ қалған қазақты, қыздарымызды, не себепті арматурамен ұрылған жастарымызды, жалпы неге біздің қазағымызды осы күнге шейін қорлап келді осы жаңағы саясат, өткен жаңағы кеңес үкіметі? Неге менің, неге сіздің халқымызға, неге біздің қарындастарымызға, неге біздің әпкелерімізге сондай өшікті? Неге біздің жерімізді тартып алуға өшікті? Қалай ойлайсыз сіздің ойыңызша? Неге олар бізге сондай қатыгез болды? Неге менің әпкелеріме, неге менің қазағыма қарсы болды? Ұлы даланы батырлар, бабалар бермей келді. Олар өйткені бастары кетсе де, жандары шығып кетсе де, өлсе де ұлы даланы бермеді, намысты болды. Ұлы даланың батырлары, білесіздер, сонау Қобыланды, Алпамыстан бастап шын мәнінде бәрі де болған. Тіпті солардың моласының өзі мына ертарғындар мына сарайшықта жатуы мүмкін. Атыраудың қасында ғана қазылып жатқан. Міне сондай батырлар болған осы бір ұлы даланың осы бір көшпенділері бәріне қатер төндірген. Сонау Шыңғысхан жорығын білесіңдер, Европаны түгел жаулаған, Кремльдің өзінде Алладан басқа мықты жоқ деп жазу қалдырған, оның бәрі ескі тарих. Сөйтіп соғыса келіп енді не істеу керек? Бұл жауынгер елдің ұрпағын қайтсек жеңеміз зерттеген. Содан атқа шабуды бұлардан аттан түсіру керек. Атқа шапса бұлардың көзі көрмейді екен. Өлгенше соғысады. Атқа шаптырмау керек, аттан түсірді. Одан кейін не істеу керек? Бұл ұлы даланың батыр ұрпағын жасыту үшін бұларды ұру қылып бір-бірін айдап салу керек. Содан кейін бұларды көзін ашып келе жатқанда аштық жасап тұру керек. Ақтабан шұбырынды. Одан кейін тағы көзін ашып келе жатқанда 25 мың оқымыстыңды қалық жауы қылып ату керек. Ахмет Байтұрсыновыңды, Мағжаныңды, Сейфуллиніңді бәрін ату керек. Міне, бұл ұлы саясаттың, бұл ұлы жаулаудың тарихи жолы. Сен соның бәрін оқысаң, өзің ақ білесің. Одан кейінгі желтоқсан сол рухтың соңғы. Жүректе бар рух тағы да көтерілді. Өз даламды, өз баласы басқарсын. Ашаңғы басқарады өтендерден. Бұл ұлтшылдық емес еді, бұл әділдіктің күресі еді. Ал бұл адамзаттың қоғамындағы болып келе жатқан баяғыдан бергі ұлы соғыстардың жалғасы. Сондықтан бұл саясат. Айналайындар. Сол рухты өлтірмеңдер деп жаңағын айтып тұрғаным. Ұлы даланың баласымын деген жүректеріңдегі нәрсені өлтірмеңдер сөзімді Исатай Махамбеттен бастады. Сол рух өлген жерде біз тағы да таба аламыз. Ол мен қазақпын деп кеуде соғу емес, біліммен жеңу, ақылмен жеңу. Ал бұрын білекпен жеңген, қарумен жеңген, қылышпен жеңген. Бауыржан Момышұлы күні кеше қаһармандықты өзіміз егемен алғанда Совет одағының батыры болған жоқ. Өйткені ол Момышұлы деген фамилияға тұрып алды, Сталинге айтты, Момышевич деп айтпаңыз, мен Момышұлымын. Менің қазағым сондай деп айтады, Момыштың ұлы деп айтады деп қасқайып тұрып алған. Ондайлар көп біздің тарихымызда. Жаңағы тарихты оқайын алайын деп тұрғаным, тарихты біліңдер. Сонда бәріне сабырмен қарайсыңдар. Біздің жеңетін қаруымыз біреу. Жаңағы білім, мәдениет және қазақ ұлтының жастары, оқымыстылары, қыздары, ұлдары осындай дегенде барып біз әлемнің қатарына Абайдың елінен келгендер біздерміз деп шығасыңдар, сендер. Ал біз жаңағы күрестен қалған ұрпақтың, аштықтан қалған ұрпақтың, қырғыннан қалған ұрпақтың аздаған бір ұшқындарымыз, біздер де азғантаймыз. Сондықтан сол ұлттың тағдырын ойласаңдар,
білімді болып, бәрімен тайталасқа шығыңдар. Жақсы. Енді атқа мініп шаба алмаймыз, өйткені аттан қорқамыз. Енді атпен соғыспайды ешкім. Ал атқа мінсе, даланың қазағы бәрін қырып салған. Ана хандарды түсіріп атқан кинода соның нелері бар ғой, тарихтың ізі. Солай соғысқан ғой, жекпе-жек. Енді оның жолағы әрі ғой, қазір кнопканы басады да ракетамен қырып тастайды. Ал бізге тек қана жеңу үшін білім. Біліммен ғана жеңесіңдер енді. Сондықтан бұл ұлттың есеуі ұрпағының білімділігі. Даже ең бірінші мына жүріп жатқан жолыңда мусор тастамаудың өзі мәдениет. Бір-біріңмен таңертең сәлемнің өзі мәдениет. Оқып сөйлесудің өзі мәдениет. Неге біздің көшеміз кір-кір, мәдениетіміз жоқ? Ал шетелге шығасыңдар, барып жүргендерің бар шығар. Мәдениет. Ал адамзат қаталданып баратыр неге? Ол жаңағы табиғаттың өзінің тағы да бір әкеле жатқан залалы. Адамдар табиғатты өзі тапап, жаңағы Құдайдың берген, себебі мына ортадағы бір социализм дәуірі Құдай жоқ деп оқытты ғой. Құдай деген ол жаңа қайталап айтамын, құлшылық етіп, жаңағы намазда жата беру емес. Олай емес. Құдай деген жүректегі адамгершілік, жаңағы батылдық, ерлік, ерліктің сақталған түрі. Міне, ал оны ұлы дала басқаша қабылдайтын. Ұлы дала. Міне сол Құдайдан қорқыңдар, Құдайдан қорықпағаннан қорқыңдар деп айтып отырады. Сондықтан қазір адамдар Құдайдан қорықпайтын болды. Құдай көрмейді деп ұрлық жасайтын болды. Өтірік айтатын болды, біреу алдайтын болды. Жаңағы бірінің бір ақшасын алып кететін болды. Тіпті оның ішінде қазақ ұлтының қыздары мен әйелдері жүргені әрине аянышты. Сондықтан адамгершілік, Құдай жолы, ата-баба жолы, ұлы даланың заңы дей отырып, барлық әлемнің қасына біліммен түрегелулерің керек, иықтасып. Міне сонда біз ұлт боламыз. Сонда біз тарихымызды жаңағы неге бізді сөйтті емес, біз ешкімнен кем емес, біз деген неге келетін ұрпақ сіздерді дайындайды уақыт. Ол өзі уақыт өзі әкеледі барлығын. Сіздерден кейінгі қазіргі келе жатқан балаларымыз, меніңше, сендерден солар мықты болады. Көп нәрсе бар. Ол саясат, қоғам, өмір, көп нәрсе бар, айналайындар. Тарихты оқысаңдар, басынан адамзат көп нәрсені кешеді. Сондықтан дәл бүгін неге бұлай, біздің ұлт неге бұлай, ана ұлт деген нәрсеге жауап беру қиын. Саясат, қоғам, уақыттың өзінің, тарихтың өзінің дөңгелегінің қалай айналуына байланысты адамзат кешеді барлығын. Соғысты кешті ме? Кешті. Анау оған дейінгілерді кешті ме? Жорықтарды кешті. Сонау Шыңғыс заманындағын кешті ме? Кешті. Сол адамзаттық жалғасы келе жатқан. Ал біз қазір тарихымызды іздейтін ұрпақты сіздерден күтеміз. Өйткені біз тарихымыз арқылы әлемге таныламыз, білім арқылы ғана таныламыз. Жаңа айттым ғой, бір есіммен танылып отыр ғой басқа әлемге. Біз де солай, бұлар Абай деген ұлының елінің ұрпағы дейтіндей дәрежеге білімді болуымыз керек. Ал біз Абайды әлемге таныта алмай жүрміз. Өйткені кеш оқығанбыз. Қадыр Мырзалиев, ағаларымыз айтқан, Қадыр Мырзалиев ақыны қазақтың жаңағы бір жаманы кешігіп әліп қашқан, бір жақсысы күйтер көбік шашқан, бір жаманы қыздарын малға сатқан, бір жақсысы сүйгенін алып қашқан. Қазақтың мінезі бір өлеңде тұр. Иә, біз сондай ұлтпыз. Бір жаманы сандалып көше берген, бір жақсы қимаған даланы кен. Қазағымның шоқ басқан табанымен дейді, ақын айтады, рас. Шоқ басқан біздің қазақ табанымен. Бірдей болған жақсы жаманымен, бір жаманы мазасыз көше берген, бір жақсы қимаған даланы кен. Бір жаманы кешігіп алып қашқан, бір жақсы күйлер көбік шашқан, бір жаманы қыздарын малға сатқан, бір жақсысы сүйгенін алып қашқан, бір жаманы шаруасын мандытпаған, бір жақсысы қулықпен жондытпаған, бір жаманы
үйленіп жеңгесіне бір жақсы жесірін қаңғыртаған. Ал қазақтың өзінің заңында көптеген ұлы адамзатқа керек нәрсенің бәрі бар. Оның бәрі тарихтан оқыңдар. Тағы сұрақтарың бар ма? Сізге Ақшытау апа, қасиетті Жәңгірхан жаңғырығына қош келдіңіз. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Келіп тұрмыз. Енді сізге қойылатын сұрақ, жалпы қазіргі таңда бізге беріліп жатқан осы толассыз ақпараттар, осы біздің ұлттық санамызды, жалпы біздің ұлттық санамызды батыстың жаман әрекетіне апарып соғады деп ойлаймайсыз ба? Рахмет алдым. Жаңағы о баста аттан түсіру болса, о баста жасыту болса, тағы сол саясат. Қайткен күнде осы ұлы даланың ұл-қызын адастырып, жеріне иелік етеміз. Қайткен күнде бұның байлығын алып, біз де осыдан рахат көреміз деген сияқты нәрселердің арқасында бізге мын жақтан да келді, мын жақтан да келді. Мын жақтан оған дейін бізге жаңағы қыздарды жалаңаштау, киімімізді солай быт-шытымыз шығарды. Одан кейін тілімізді құртып, мектебімізді жапты. Өздерің білесіңдер, Оралда жалғыз ғана 11-ші мектеп қалды. Ешкім тіл білмейді. Қайта сендер мінекей тап-таза осы қалада жүрсіңдер, біздер үшеу-төртеу болып шығуға қорқатынбыз. Міне сондай нәрсені көрген ұлттың, мына қасірет көрген ұлттың ұрпақсыңдар. Оны ұмытпауларың керек. Сондықтан сол қасіретті енді көрмеу үшін не істеу керек, соны ойлау керек. Мына бізге бірнеше нәрсені алып келді. Мынау көріп жүретін кейбір видеоларда өте бір менің аузым айтуға бармайтын нәрселерді көресіңдер сендер. Бұл әрине сендерді дамысын деп әкеліп жатқан емес. Осыға қайткенде бұзыламыз, осы қайткенде осыларды бұзамыз деп әкеліп жатыр. Міне, сол бұзылға әкеліп жатыр. Содан келіп біздің қыздарымыз бұзылып жатыр. Жаңағы, мысалы клиптер көрсетіп, ер жігіттің басынан тағдай аттап тұрған қыздар, ол біздің санаға, біздің ұлтқа келмейді ол. Неше жерден далып, неше ғасырда тұрсаң да, ол бізге келмейді. Одан әдемілік көрмеңдер. Ол әдемі емес. Міне, сондықтан жаңағы ұлттық тәрбиенің негізі деп жүргенім, ұлттық тәрбие үйде бар ма? Оны үйде береді, мектеп емес. Ұлттық тәрбие деп неге шырылдаймыз? Сол ұлтыңның кім екенін ұмытып баратсың ғой. Ал біз тіл ұмыту арқылы ұлтты ұмыттық. Біздің қатарластарымыз, бізден кейінгілер әлі жарты қазақ даласының жартысы, бізбен қатарлас өскендер, қазақ мектебін оқымағандар, солар ештеңе білмейді ұлттық салт жайлы. Міне ол да бізді жоғалтуға келе жатқан саясат еді. Тілің жоғалды, дінің жоғалды, өзің де жоғаласың ғой. Міне осындай. Жаңағы бекер айтпайды ғой, мысалы, арыстанда келіп итпен бақсаң, арыстан ит болып кетеді. Мысалы, қасқырда келіп күшікпен бақсаң, күшік болып кетеді. Қасқырдың қасиеті қалмайды. Сол сияқты бізге жаңағы араластыру арқылы. Одан кейін бізге мына бүтін далаңды жыртып, көк шаңғылып қойды, егін де шықпайды, шөп те шықпайды. Целина деп барлық даламыздың құнарын жыртып тастады, бір жылдың ішінде Хрущев деген. Және мақтанды, патшалық Ресей шеше алмаған Қазақстан даласының тағдырымен бір күнде шештім деп жазды. Бүтін Россия түрмесінің бүтін трактористерін Қазақстанға жіберді. Поднимать целину деп біз ән салдық. Едут новоселы, по земле целинный деп. Содан біз целина болдық, содан біздің тағы да тіліміз жоғалды. Бұның бәрі тарих болады. Оның бәрі бұл тарихқа тағы да қарсы тұра алмады. Қарсы тұрғанның тілі кесілді. Басы жоғалды. Айтқандар болды. Міне сөйтіп біз целинниктерді қабылдадық та тілді жоғалттық. Солардан біз жаңағы ой өкіртіп, жер жыртып келіп, тракторды қоя салып, арақ ішуді. Менің қатарымдар түгел арақ ішіп өсті. Одан оны көргендер ауылда әлі арақ ішеді. Кішкене қазір сендер жас ұрпақ бас тартыңдар, біз қуанамыз. Арақсыз тойлар. Ал біз қымыз ғана ішкен ұлт едік. Баласы сау, қыздары дұрыс, қымызға бетін жуған, айға сәулесіне шағылысқан әппақ дидары болған әндегі сүйкімді қыздарымыз жаңағыдай ұсқынын жоғалтты. Міне осының бәрі тарих. Біздің ұлтқа, біздің ұлы далаға жасалған қиянаттар көп.
сол целинаң да қате болды. Жайлап жатқанда қазір бізде егін жайқалып тұрар еді. Қазір бізде бұндай экологиялық қасірет болмас еді, қуаңшылық болмас еді. Жайықтың суының өзі қазір жағалауға соқпайды. Ал біздер жайықтан өте алмаушы еді. Бала кезімізде қашан паром келгенде өтіп жылына бір қатынасатын едік, қалаға келгенде ана жаққа шыға алмайтын едік. Менің бала кезімде Подстепныйға жететін ана мосты бар ғой, соның бәрі жайықтың асты, Подстепныйдан барып пароммен шығатын едік. Бәле сағат жүріп. Сол жердің бәрі жайықтың суы болатын. Ал қазір жайықтан бір атта өтеміз. Міне жаңа айтып тұрғаным экологиялық біздің қасіретті жасап отқан тағы да адамның қолы. Осының барлығы біздің қателіктер, қуаңшылық. Содан кейін Қазақстан өздеріңіз білесіздер, Абайдың Құнанбайдың елі полигон, ол жақ қасірет, ұрпағының бәрі ауыл. Мына жақта Бустин-Яр, Жәңгір хан, Бөкей ханның жағы тағы полигон, қақ ортасы Қызылорда ракета ұшатын космодром. Сонда ол Қазақстаннан не қалады? Міне, сондықтан елге аянышпен, ұлтқа жанашырлықпен, сол елдің ұрпағы болып не істейміз деген ой әрқайсысында болу керек. Тек қана мен қайтсем, өзім бір нәрсе істеймін, өзім бизнес жасап, өзім қай жерге барып күн көремін, қайтып байым емес. Мына ұлы даланың тағдыры, ұрпақ тағдыры. Сіздерден кейінгі келетін ұрпақ тағдыры сіздерге жауаптысыңдар деп айтқым келеді. Біз қолымыздан келгені аздап сол өлеңімізбен, әңгімемізбен айтып, оның өзінде де қорқа осы ұлтымыздың ұрпағы саналы болса екен дегенге жұмыс істегендеріміз. Оны кейін түсінесіңдер. Бізге де оңай болған жоқ. Сәлеметсіздер, құрметті біздің Ақжайық жастардың жанашыры, ақылшысы, беткестар тұлғамыз, біздің білім нәрмен сусындап жатқан университетімізге қош келдіңіз деген келеді. Мен өзімді таныстырып өтсем, мен Мұхтар Банкаров, АТТ 11 тобының студентімін. Мен сізге қояр сұрағым, сіз бір сөзіңізде Астана жастарының көбісі қазақша сөйлемейді деген көңіл көншітпейді деп айтқан болатынсыз. Ал сіз біздің, яғни батыс жастарының қазақша сөйлеуіне көңіліңіз тола ма? Ұмытуға болмайды. Тілін ұмытқан оны мәңгі деп айттық. Оралда да көңіл көншіп тұрған жоқ, жалпы қай-қайда да көңіл көншіп тұрған жоқ. Қазақ тілі біртүрлі сақал тілі сияқты. Осы сендердің өздерің осы көбіңіз ауылынан қазақша оқып келген шығарсыңдар. Бір сөйлемді айтқанда толығымен аяқтамайсыңдар ғой, келе жатыр. Отырып, жетіп айтасыңдар. Сондықтан тілге жанашырлық әлі де керек. Тілді әлі де айтуымыз керек, абайды оқу керек. Енді бір ғана менің қуанатыным, бір мектеп қана қазақша болған Оралда қазір бірнеше мектеп бар. Ұрпақ өсіп келе жатыр. Сол қазақ мектептерінің балалары қазақшасын, ағылшынын, ертең тағы немен французын, қытайын бәрін қатар сөйлеп келе жатыр. Мен енді ол дәл бүгін бәрі өзгере қояды деп айту қиын, жаңағыдайдан кейін. Жаңа бізді немен Целиноград болса, Астана болса, тіпті оны целинный край жасатта түгел жаңағы целинниктермен қапап тастады. Ол жерде қазақша сөйлеу мүмкін болмай қалды. Қазақша атын қоймады баласының қазақтар, салтын ұмытты. Ол енді өкінішті нәрсе. Біздің Оралда одан гөрі мықтырақ. Оралдың халқының өжеттігі бар. Мен айтамын, өнес екен осы жерде бір өзіндік Махамбеттер ма оны қалыптастырған. Қалай дегенде де бір өжеттік мінез бар. Осы Оралдың қыздары кейде басқа өңірдің қыздарынан бөлініп тұрады. Мен Алматыда да бірден тани кетем біздің қыздар. Ашық, жарқын, шындығын айтып тұрады. Мысалы, Шымкент, Жамбыл барбараларында оқуға келген. Шымкент, Жамбыл, Маңғыстау да басқа. Міне, Алматы, Шымкент, Жамбыл қыздарының мінезі басқаша, сөйлеген сөзінен таным. Батыс, Қостанай, Семей қыздарын мінезінен таным. Ондай бір өжеттік бар.
оларда. Аналарда сәл бәсеңдік бар. Міне осындай әр жақтың өзінің мінездері болады. Ал бұл жерде кішкене жаңағы қазақша айтқысы келгендер әйтеуір осы тілі келмесе де қазақшасын айтып дәлелдеп жатады. Соған қуанамын. Ал бірақ келер ұрпақ өз тілін ұмытпайды. Сіздер және сіздерден келесі ұрпақ. Сөйлеңдер өз тіліңізде. Ешкімнің тілінің бір-бірінен артықшылығы жоқ. Сөйлеңдер өз тіліңізде. Өз тілінде сөйлеу адамның ол өзінің қасиеті. Содан кейін орыс тілін, француз тілін, ағылшын тілін қосып сөйлей беріңдер. Ал өз тілін білу борыш ол. Өз тіліңді білу, өз анаңды тану деген сияқты. Мен сөйтіп түсіндіремін. Өзіңнің анаңды білуің керек қой, өзіңнің мамаңды. Өз тілің сол. Ал өзінің мамасын, анасын білмеген не нәрсе ол? Орыс өз тілін білмеген. Міне сонымен салыстыруға болады. Көп рахмет, айналайындар, тыңдадыңдар отырып, мына бір пардан асып барады, аса қойған жоқ, бір пардан уақыт дегенмен, сіздер енді өздеріңіз оқып жүрсіздер, өздеріңіз барып білесіздер. Мен тек кейде келсе сіздерді көргім келді, тамашасыңдар, әдемісіңдер шеттеріңнен, бір-біріне әдемісіңдер деңдер. Денсаулықтарын сақтап үйреніңдер, медициналық сауат үйреніңдер, бір-біріңді аялаңдар, құрметтеңдер осы бастан. Ұлы далаға, ұл мен қыз боламыз деп алдарына мақсат қойыңдар. Ұлы далаға және туған анаға кір жұқтырмаймыз деген уәде беріңдер өздеріңе. Мен соны тек айтуға келдім. Қалған ақыл өздеріңде көп, білім өздеріңде көп. Мен сендерді тек көріп кетуге келдім. Рахмет жиналғандарға, шақырғандарына. Мен сендерге тағы да бақыт тілеймін. Бақытты болыңдар. Сендер бақытты болыңдар. Біздің барлық мақсатымыз сол. Мен сендерге тек бақыт тілеймін. Қыздар, сүрініп қалмаңдар. Жар таңдағанда. Жігіттер, қарагөз қыздарымды аялаңдар, сыйлаңдар. Бақытты болыңдар. Құрметті Асия апа, сіздерге жаңырғанның деген азаматына, студенттер, оқушылар, магистранттарына көп рахмет айтамын. Осы уақыт тауып, алтын уақытыңызды бөліп, өзіңіздің кеңес беріп, өмірлік тәжірибемен бөлісіп жатсыңыз. Болашақта қандай адам болу керек, қандай қыздар болу керек, қандай жігіттер, біліктің заманы өтті, білім заманы келіп деп айтып жатсыңыз. Көп рахмет сізге. Сізге тек қана денсаулық, табақ тілеймін, тек қана биіктен көрейін. Рахмет сізге. Рахмет, сау болыңдар, жақсы болыңдар. Осы кездесуде жалпы өзім бұл апамыздың шығармашылығымен кішкентай мектеп кезімізден сусындап өскен болатынбыз жалпы. Осы апамызбен бүгін кездесу сәтінде өте қуанышты бір сәтке бөленіп, кездесу біз үшін өте қызықты өтті. Жалпы өзім үшін көптеген ой түйдім. Әсіресе қазақ ұлтының, қазақ халқының, қазақ мемлекетінің осы біздің Қазақстан Республикасын осы күнге дейін көрген, басынан өткізген қиындықтарын барлығын осы көкейге түйіп, осы әпкеміздің берген ақыл кеңесін көкейімізге түйіп, болашақта өзіміздің кәдемізге жаратамыз деген ойдамыз. Бүгінгі кездесуден кейінгі біздің әсеріміз өте тамаша, ұлттық рухқа, мотивацияға, былайша айтқанда уәждемеге толы болды. Бүгінгі кездесу жалпы тек қана мен үшін емес, барлық университет студенттері үшін өте бір көптен бері көкейінде жүрген, армандап жүрген кездесу болды деп айта аламын. Стала традиция нашего университета, поэтому сегодня мы пригласили нашу поэтессу Акуштап Бахтагирееву. Надо сказать, что Акуштап Бахтагиреев – это живая легенда. Это действительно человек, который в своей сфере достиг очень больших высот. И вот целью таких публичных лекций является, чтобы показать нашим студентам благодаря своим знаниям. Поэтому я думаю, что сегодняшняя именно лекция публичная, которую провела Акуштап Бахтагиреева, она достигла своей цели.
Аудитория очень внимательно ее слушала. Вопросы касались национального воспитания. И в первую очередь касалось именно воспитания, в первую очередь, девушек. Поэтому очень хорошие рекомендации она дала. Читала цитаты из своих произведений, очень интересные. Поэтому мы ее любим. Она является частью, всегда частым гостем нашего университета. И мы очень рады, что она к нам вот сегодня пришла. В преддверии большого такого праздника, именно впереди весенние праздники. И вот сегодня эта встреча сегодня состоялась. Публичные лекции. Так, как я сказала, уже публичные лекции стали традицией нашего университета. Когда-то самые первые публичные лекции у нас начал бывший экс-аким нашей области Алтай Кульгинов. Также у нас были наш выпускник, бизнесмен, значит, Мурат Жакибаев читал публичную лекцию. Значит, приезжал депутат Сената Шиповских. Значит, как я уже сказала, люди разных сфер приезжают и дают студентам, читают свои лекции. И вот это вот именно публичные лекции, где собирается много студентов, которые могут задать вопросы, прослушать, допустим, людей вот этих вот разных профессий, разных сфер. Я думаю, что это вот очень хорошая традиция. Мы ее в дальнейшем обязательно продолжим. Организатор Рухани Жамгрума устает. Да. Значит, организацией вот этой публичной лекции занимался Центр Рухани Жамгрума.